Армысыздар, құрметті көрермендер және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Шымкент қаласы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңынан тікелей көрсетілімді әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті әріптестер, бүгінгі баспасөз конференциямызда 2024 жылдың бірінші жартыжылдығындағы Абай ауданының әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері туралы болады. Бүгінгі медиа алаңымыздың спикері Асылбекова Гүлнұр Нұрбекқызы, Абай ауданы әкімінің орынбасары. Қош келдіңіз, Гүлнұр Нұрбекқызы, сөз өзіңізге беріледі. Рахмет. Абай ауданының әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары туралы қысқаша баяндауға рұқсат етіңіздер. Өздеріңізге белгілі, Абай ауданының аумағы 24 мың гектар, халық саны 257.700 халықты құрайды. Жалпы біздің ауданымызда 27 елді мекен орналасқан. 55.159 үй, 220 көп қабатты тұрғын үй біздің ауданның аумағында орналасқан. Сонымен қатар 1274 көше, 230 әлеуметтік нысандарымыз бар. Бүгінгі ауданда инфрақұрылым жүйелерімен қамту көрсеткіші ауыз су 100%, электр қуатымен қамту 100%-ды құрайды. Ал табиғи газбен біздің ауданда 27 елді мекеннің 23-і қамтылған, 85-те 2 жалпы көрсеткіш. Қамтылмаған елді мекендердің саны 4, оның ішінде биылғы жылы құрылысы жүргізіліп жатқан 3 елді мекен бар. Қайнарбұлақ тұрғын алабы, Қайнарбұлақ саяжайы және Ынтымақ 2 шағын ауданы. Бұл елді мекендердің көрсеткіші, мысалы тұрғын алапты алатын болсақ, Қайнарды ол жерде 70, ал саяжайда 50%-бен қамтылған, Ынтымақ 2 шағын ауданда 56%-ға газбен қамтылған. Мүлдем газ жеткізілмеген тәуелсіздік 20 жыл тұрғын алабында қазіргі таңда жобалау сметалық құжаттамалар дайындалып, мемлекеттік сараптамадан оң қорытындысы алынған. Жалпы ендігі жылы бюджеттен қаржы бөліп, құрылыс жұмыстарын бастау жоспарлануда. Сондай-ақ қарызбен қамту көрсеткіші бізде 27 елді мекеннің тек 7-і ғана қарыз жүйесімен қамтылған. 5 нысан бойынша құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Бұл Достық шағын ауданның ішкі жүйелерінің құрылысы, Бозарық шағын ауданда 74 гектарда көп қабатты тұрғын үйлер аумағында қарыз жүйесінің құрылыс жұмыстары, ұзындығы 7-3 шақырымды құрайтын Шим-Сити Төлеметов коллектор құрылысы жүргізілуде. Ұзындығы 20-5 шақырымды құрайтын Тұран А2 тас жолы коллекторының құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Ал Асар 2 шағын ауданында былтыр құрылысы басталған қарыз жүйесінің жұмыстары өкінішке орай сот процестерін жүргізілуіне байланысты қазіргі таңда тоқтап тұр. Сонымен қатар 2025 жылы 8 нысанда құрылыс жұмыстарын бастау жоспарлануда. Атап айтқанда Жайлау, Қатынкөпір, Телмін, Ақниет, Қызылжар, Жиделі, Батыс, Ынтымақ сияқты осы 8 елді мекенде жүргізіледі. Аталған жұмыстардың бәрі атқарылғаннан кейін біздің көрсеткіш 55-те 5%-ды құрайды деп жоспарлап отырмыз. Жол саласына тоқтала кететін болсам, аудан аумағында көшелер саны 1274, ол 1080 шақырымды құрайды. Атап айтқанда асфальт жол 573 шақырым, көрсеткішіміз 48-де 5%, тас жол 450-де 2 шақырым, 25-те 7, топырақ жолдар 57 шақырым, 2-де 8%-ды құрайды. Асфальт мәселесіне тоқтала кететін болсақ, 2024 жылы 4,3 миллиард теңгеге 74 көшеге 60-та 1 шақырым асфальт төсеу жұмыстары жүргізілуде. Көшелерді жарықтандыру мәселесіне тоқтала кететін болсам, 2023 жылы өздеріңізге белгілі мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында аудандағы 13 көшеге шамшырақтарды орнату жұмыстары жүргізіліп, қамту көрсеткіші 15-те 1%-ды құраған болатын тұғын. Сонымен бірге тұрғындардың өз есебінен жарық шамдар 17 көшеге орнатылды. Ал енді қазір қала басшылығының тапсырмасына сәйкес биыл 86 көшеге бюджетте өтінім өткізіліп, 500 миллион теңге қаржы қарастырып, тиісті жұмыстар салалық басқармалармен атқарылды. Өздеріңізге белгілі, бізде аудандарда халық қатысатын бюджет жобасы жұмыс жүргізуде. Биылғы жылы 491-де 2 миллион теңгеге 22 жоба іске асырылуда. Ол 20 балалар алаңшасы, 2 спорт алаңшасы. Жалпы бізде ауданымыздың әлеуметтік осал отбасыларға көмек көрсету бойынша жылдың басынан 400-ден астам отбасыға демеушілер есебінен азық-түлік және басқа да көмектер көрсетілді. Енді 2024 жылдың соңына дейінгі жоспарларға қысқаша тоқтап кетуге рұқсат беріңіз. 2024 жылдың соңына дейін атқарылатын жұмыстардың ең бастысы бұл Баңылдегі өздеріңізге айтып кеткен 20 балалар алаңшасы мен 2 спорт алаңшасын іске қосу және
Жиделі шағын ауданында 7-6 миллион теңге құрайтын бір гүлзардың құрылысын аяқтап тұрғындардың пайдалануына беру, бұл осы біздің аудандық бюджет есебінен жүзеге асырылады. Назарларыңызға рахмет. Қысқаша осымен баяндамам аяқталды. Рахмет. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Саламатсыздар, Бақытжан Көпай. Мен сұрағымды қойып жіберсем. Нұреке, өзіңізге де алдын-ара жіберілген болатын ол сұрақтар. Мынау ең маңызды болып тұрғандардың бірі былай болып тұрды. Шымкент қаласында Абай ауданында Асар 2-дегі Өскенбаева Әсемгүлдің сұрағы. Бұл жаңа жалақымызды аламай жатырмыз деген. Және де осының жанында қазір айта салайын, екінші адам бар еді. Кешіресіздер. Бұл жарайды, айта берейін. Мынау Бозарықта болып жатқан құрылыс бар емес па? Сол жерде болып жатқан құрылыстан бірнеше мердігерлер еңбек ақысын бермей жатыр екен. Соның ішінде кешегі айтыс санастары бойынша өздері айтады, біз 700-ден асып кетті, айлығымызды аламай жатқанымызға және келісіп істемей жатқанымызға деп. Мен түсінемін, көптеген құрылыс саласындағы байлар тек қана жаңағы мердігерлеріне қарамағындағы субподрядчиктеріне ақшасын бермеу, жұмысшыларға айлық бермеу арқылы байитын. Бірақ осы жерде халықты қорғау үшін бір әрекет жасауға бола ма, Нұреке? Осы мәселе негізі қала басшылығында талқыланған. Атап айтатын болсам, бұл жұмысшылар құрылыс басқармасы тапсырысшы болып келетін нысанда субподрядты атқарған. Қазіргі таңда полностью есеп айырысу жұмысы жүргізілуде. Құрылыс басқармасының тікелей бақылауында. Бұл мәселені біз тағы да назарға алып, еңбек инспекциясымен барып, қажетті арыздарын жазып алып, соңғы мезетте сот арқылы шешуге атсалысамыз. Бұл мәселе негізі бақылауда тұр. Яғни өздеріңіз ұйымдастырып қай кезде болады екен ол жиындарыңыз? Бұл жиналыс болған өткен айда, осы айдың басында болған, тіптен осы 10 шілделердің шамасында болды деймін. Ендігі бұның нәтижесін толық жеткізу үшін соңына шүр біз Баңалдай азаматтармен хабарласып, құрылыс басқармасы арқылы тікелей жұмыс жүргізетін боламыз. Жалпы берешектің суммасы 1,5 миллиард теңге дейді, масқара көп. Бұл жерде көп қабатты тұрғын үйлерді білесіз ғой, Бозарықта түскен былтырлары. Соны субподрядтағы мекеме, хабарым бар мен. Өткенде олар медиативный түрде шешеміз деген, енді медиацияға сәйкес келіспейтін болса, амал жоқ, сотпен соттасып сөйтіп шешеміз. Негізі қарыз бойынша мәселе, айлық жалақы бойынша бұл өте күрделі мәселе, оны біз міндетті түрде тез шешуге тырысамыз. Бұлар қарыз болып тұрған 6 компанияның 5-еуі үнемі постоянно қарыз болады да, осы соңғы 10 жылдың ішінде. Неге оларға қайта-қайта беріле береді енді? Осы мәселені мен міндетті түрде басшылықтың алдында көтерем. Жарайды, екінші сұраққа. Шымкент қаласы Северо-Запад мөлтек ауданы Бектау және Нығмет Төленді көшесі дейді. Балалар алаңшасы мен көршілеріміздің жарықтандыру, сосын асфальт төсеген мердігердің мусоры алынға, асфальт төсеген мердігер мусорын құрылыс қалдықтарын қалдырып кеттірейді, үлкен қылып. Соған бола біз айналып өтіп жатырмыз, көшемізге кедергі болып жатыр. Соңғы екі көшенің бұрышындағы үйдің заборы сыртқа шығып кеткен. Сол машине жүргізушілерге кедергі болып жатыр. Сол жерде жаңағы комитетімен келіп заборды ары қарай жылжытса екен деп сіздерден сұрап жатыр екен. Сұраушы Табылдиева Рахия. Қабылданды бәке. Міндетті түрде біз қазір мусор жатқан жерде, Баңалдай қоқыс жатқан жерде учаскелік полициямен барып біріншіден штраф саламыз, екіншіден талап қоймыз, бүгін кешке шөр жинаңыз деп. Енді Баңалдегідей заңсыз сыртқа шығып кеткен заборға қатысты мәселеге келетін болсақ, міндетті түрде мынау кадастрды ертіп ап, жерге өлшем жасап, шынайы шығып кеткен учаскесін бұзамыз. Ондай құзырет бізде бар. Анықтаушы сұрақ осыған қосымша кешіресіз. Соңыз. Негізі мен жаңағы біз кәрі адамдар болғасын іс-сырды көргенбіз ғой. Іс-сыр кезінде 50 сантиметр самозахват жасаған үшін соттап жіберетін. Білеміз. Не деген бәле болып кетті бұл? Ала береді. Жолдың ортасына да үйде сала береді. Не деген масқара? Абай ауданында ең көбісі. Бәке, түсінеміз, біз ең көбісі Абай ауданында екенін мен прекрасно білесіз, бірақ сіз өзіңіз көрдіңіз, Абай ауданы заңсыз құрылысты бұзу бойынша ең бірінші орында. 5 аудан бойынша. Соңында айта кетсеңіз болар. Рахмет. Онда қосымша сұрақ қойсайшы, жақсы айттыңыз. Өткен жылы жаңа заңсыз құрылысты бұзамыз деп атырып, заңды үйді бұзып кеткен едіңіз, Қарақат деген қанымнан. Қарақат апайдың мәселесін күні кеше біз талқыладық осы мәселе бойынша. Енді бұл жерде жеме-жемге келетін болсақ, бізге басқарма береді, мына үйлерді бұзыңдар деп. Сондай орын алды, мойындаймыз. Сол себептен бұзған азаматтардың өзінің қаражаты есебінен бұл мәселе реттеліп жатыр. 2 жыл болып қалған жоқ па?
биыл бітіреді, 1 жыл ғой бәке. Жарайды. Қайта ол кісінің нашар үйін біз өте жақсы сапада салып жатырмыз. нашар Бар болсын, көрсетсеңіз болады. Нашар болсын оның өзінің үйі еді, Арыстың сіздер қайыры жоқ бар. бұл Түсініп заңсыз деп отырмыз. бұзып Иә, кеткенге. құжаттар енді адам қанша демен қателескен ғой, берген тізімге кіріп кеткен ол азаматша. Ал былай енді біз соны сақтану үшін бұдан былай әр үйді бұзуда фундамент болсын, жанымызда уже тиісті басқарманың маман ертіп жүреміз. Яғни шашал десе басал болмайды бұл жолы. Болмайды. Рахмет. Азиза Мадиярқызы уақыт телеарнасынан. Бозарық шағын ауданы Абай ауданына жатады ма? Иә. Бозарық шағын ауданында жастар бағдарламасымен арендалық үйлерді алған жастар біздің арнамызға көмек сұрап хабарласқан болатын. Олардың негізгі мәселесі 473 үйде Бозарықтағы барлық дерлік пәтерлерде қабырғалары сыр берген, жарылған және де қисайған секілді деген секілді олар қорқыныштар барын айтты. Үй құлап кете ме деп. Біз арнайы материал түсірдік, мердігер мекеме уәде берді, геодезизбен тексереміз, одан экспертизаға жібереміз деп. Бірақ уәде сол күйі орындалмапты. Күні кеше қайтадан шағым келіп түсті. Біз енді не істейміз деген. Олар арызды да жаздық дейді. Сіздер хабарларыңыз бар ма? Және мердігер мекемемен жиын өткізіп, нақты міндеттей аласыздар ма? Міне сараптаманы осы күнге дейін уақыт береміз, өткізіңіздер деп. Егер Алла сақтасын үй құласа, қаншама адам шығыны ғой ол жерде. Бұл бірінші сауалым. Екінші сауал, өзіңіз айтпақшы, Абай ауданы десе негізі маған мынау заңсыз жаңағыдай саудамен құрылыс, заңсыз жаңағы құрылысты бұзу көз алдыма расымен де елестейді. Осы тұста заңсыз саудамен күресін, ағаш базары қаншама шығып жатыр ғой, ақпараттар ол бойынша да. Қазіргі таңда қандай деңгейде осы қала сыртына көшіру бойынша келісімге келдіңіздер ме? Өзіңіз білесіз, әкімдік алдына жүргізушілер де жиналды, нақты тағы бір келісімге келе алдыңыздар ма осы мәселе бойынша? Және бүгінгі таңда заңсыз сауда бойынша тағы да қанша бізде нүктелерді көшіру керексіздер? Рахмет. Рахмет сауалыңызға. Бірінші сауал бойынша келетін болсам, Баңалдегі үйлердің құрылысын басқармалар тарапынан жүргізгенімен тұрғындар біздің тұрғындар болып табылады. Біз сол себептен сол жердің кураторы Баңалде сіз айтқан бізге арыз кеп түскен күннен бастап әрбір кемшілік бойынша қазір қорытындыны суретке түсіріп дәлелдемені алып жатырмыз. Сосын ол фирманың әлі, мердігер мекеменің әлі кепілдеме мерзімі аяқталмаған. Біз осы күн суытқанға шейін мерзім беріп отырмыз. Бірінші октябрьге шейін, қазанға шейін осы кемшіліктердің бәрін жою үшін. Ол біздің күнделікті бақылауда, жалғыз ауданның бақылауында емес, ол осы жерде қала басшылығында тікелей бақылауында тұр. Өкінішке орай біздің ауданның аумағында жалғыз тек Бозарық емес, өздеріңізге белгілі осы жуырда жолға шыққан, жолды жабуға тырысқан Шим-Сити тұрғын алабында көпқабатты тұрғындарын шыққан. Осының бәрі әр квартираның, әр пәтердің дефектісі түзіліп, арнайы таблицамен біз жұмыс жүргізудеміз мердігер мекемелермен. Ал заңсыз саудаға келетін болсақ, Баңалде айтып кететін болса, біздің аумағымызда заңсыз 118 сауда орындары, бутиктер орын алған екен. Осы 2 ай бойы біз 90 бутикті алып тастап, заңсыз орналасқан қазіргі таңда 28 киоскі деп айтсақ болады. Киоскі бутик 28 бутикті біздің жоспар бойынша 2,5 аптада толық тазартамыз деген жоспарымыз бар. Екінші мәселе бұл базарларды көшіру мәселесі. Қарқынды жұмыс жүргізіліп жатыр. Өздеріңізге белгілі біздің аумақта, Абай ауданының аумағында 2 арнайы базар ашылды. Бұл Бадам, Түркістан облысының Бадам станциясының бағытында, Алтын төбе бағытында орналасқан. Бұл тас, шағал, құм, со секілді және шлакоблок, ағаш және темір вараталарды сату базарын көшіру жұмыстары жүргізілуде. Әлбетте бізде әлі бар, жоқ емес. Бірақ мен айтайын деген, біздің аудандағы жаңадан ашылған базарларда су, свет және қарауыл мәселесі толық шешіліп, жұмыстар жүргізілуде. Екінші базарымыз бұл бізде Бозарық пен айналма жолға түсіп, Алматы трасса бетонка дейді ғой, жалпылама халықта. Сол жерде екінші базарымыз ашылған. Ол жерге жаппай ірі ағашпен сауда жасайтын базарлар көшірілді. Ірі базарлардың бәрін біз жойдық деп айтуға болады. Енді майда сауда орындары көшірілуде. Бұл да мәселе біздің қала басшылығының және аудан басшылығының тікелей бақылауында күнделікті кәсіпкерлік басқармасымен бірлесіп жұмыстар жүргізілді. Кәдімгідей рейтинг қойып қойған деп айтсақ та болады біздің кәсіпкерлік бөлімге.
бұл бағытта жұмысты жүргізу. Рахмет. Басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Енді біз мынадай сұрақтарға назар аударсақ. Ынтымақ 2 шағын аудандағы шошқа өсірумен айналысатын достық шаруашылығына қандай шара қолданылды? Жабылды ма бүгінгі күнде? Бұл мәселе бойынша өте маңызды мәселенің бірі. Біз хабардармыз. Бізде айтылғандай кәсіпкерлік бөлімі мамандары барып көрді. Қазіргі таңда көшіруге мүмкіндік жоқ, бірақ ол кісіге талап қойды. Аумағын таза ұстау үшін, тұрғындарға кері әсерін тигізбес үшін көшіре алмау мүмкіндігіміз, ол кісі мемлекет алдында міндеттеме алған, мемлекеттен субсидия алған. Қазір сол субсидия алған мойнындағы субсидияның шеңберінде жұмысын аяқтаған үшін оның баңылдегі әрбір дана шошқа басын сатып алушылар дайын. Қалай субсидиялық міндеттер аяқталады, ол кісі толықтай шошқасын сатып алушыларына дайын тұрған баңылдей ферманы жабам деген сөзін берді. Оны біз шынымды айтсақ бақылап отырмыз. Ол кісінің мәліметіне сәйкес 25 жылдың мамыр айына дейін мерзім сұрап отыр. Бірақ тазалық мәселесін біз тұрақты түрде тексеріп отырмыз. Оның айтқан сөзін дәлелдеу үшін ынтымақ 2-де белсенді ауыл билерімен байланыстамыз. Ес шығып жатыр ма, қалай, жағдай дұрыс па деген сияқты күнделікті телефонмен байланыстамыз. Рахмет. Соңғы сұрақ болсын. Таза Қазақстан экологиялық акциясына Абай ауданы қаншалықты атсалысты? Біз бұл республикалық акция аясында өзімізде Асар шағын ауданы, Шымсити, Асқаров ауданы, Дендрасар саябақтың алдын, Қызылжар тұрғын алабы, Игілік тұрғын алабын, Көкбұлақ тұрғын алабын, Алтынтөбе, Қызылжар, Байдыбек би даңғылы сияқты А2 үлкен тас жолын, Қошқарата өзі мен жалғызілікті қариялардың үй аулаларын біз толықтай тазаладық деп айтсам болады. Жалпы жұмылдырылған техника саны 13, осы неге жұмысқа қатысқан азаматтар саны 16 мыңнан астам, тазаланған көше бойында көлемі 540 шақырым, аяқ жолдар 184 шақырым, актеу және қырқу жұмыстары жүргізілген ағаштың саны 5400, шығарылған қоқыстың мөлшері 950, ирригация тазаланған 124, жуылған аялдамалардың саны 230. Бірақ мен сіздерге айта кетейін, бұл акцияның әрқайсының басында біз өзіміз жүрдік. Аудан ұйымдастырған акцияның бәрінде. Әлбетте бізде бұл жерде ең басты мақсат тұрғылықты халықты өзінің тұрған мекенін таза ұстау мәселесі. Енді біразыңыз қатыстыңыздар біздің бұл акцияға. Бұл жерде біз жастармен қоса қарияларымыздың өнегелік, тәрбиелік мәнін таза ұстау мәселесін сіңдіру болып табылып жатыр. Енді бізде алға қойылған мақсат өте көп. Жуырда 25 тамызда біз тағы да осы акцияны жалғастырамыз деп отырмыз. Көп адамнан бізден сұраныс келеді тұрғындардан. Біздің аулада өткізіңіз деп. Бізден қазір күннің ыстығына байланысты субботник мәселесін тоқтап отырмыз, адамдарды шаршатпас үшін. Ертең ауа райы қолайлы жағдайға түскен кезде біз тек Таза Қазақстан акциясының аясында ғана емес, локалдық түрде тазалық сенбіліктерін жүйелі түрде жүргіземіз деп жоспарлап отырмыз. Рахмет. Әріптесте сұрақтарыңыз бар ма? Иә. Ауданның жаңа әкімі неге келмеді? Ол кісіге сұрақ көп еді. Бақи, енді мен сізге түсіндіру кетейін. Ол кісі мен келген күн кеше, мен әлі сіздерге аузым толтырып айтатындай атқарылған жұмыс туралы есеп бере алмаймын деп жеткізуді сұрады. Одан бөлек бүгін бізде халықпен кездесу. Ол кісі жуырда келді, әр елді мекенді аралап көріп жатыр, сосын жеке қабылдауды таза ол кісі өзі жеке өткізіп жатыр. Заңдар біз енді күнделікті не аламыз ғой, бұрынғыдай сен өткізе сал деген әңгіме болып жатқан жоқ. Әр бейсенбі күні әкім таза өзі әрбір адаммен танысып, жеке қабылдауды жүргізіп жатыр. Әрбір проблеманы жеке түсіну үшін. Енді қысқаша айтып кетейін, біздің ауданда ірі 16 проблемалық мәселе бар. Ол бізде 1-2 адамның мәселесі емес. Ол жерде 15-тен 30 мыңға дейінгі адамның мәселесін қамтитын мәселе бар. Ол әлбетте тек ауданның күшімен ғана шешіле мүмкін емес. Ол жерде басқармалармен де бірлесіп шешу керек. Осыған байланысты біздің жаңадан келген әкіміміздің жұмыс графигі өте тығыз болып тұр. Түсінушілікпен қарайсыздар деп санаймын.
Рахмет. Осымен сұрақтар болмаса, бүгінгі баспасөз конференциясын аяқтаймыз. Құрметті Гүлнұр Нұрбекқызы, бүгінгі баспасөз алаңына келіп, бақ өкілдерінің сұрақтарына жауап бергеніңізге рахмет. Аман сау болыңыздар.